Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті, инжиниринг және ақпараттық технологиялар факультеті, компьютерлік инженерия және автоматтандыру кафедрасы. Пән атауы жасанды интеллект жүйелеріндегі кескіндерді өңдеу. Сеньор лектор Акбаракова Арайлым, Астана 2026. Дәріс номер 6. Тақырыбы: кескінді сегменттеу, негізгі тәсілдер мен әдістер. Кескінді сегментациялаудың мәні, компьютерлік көру мен жасанды интеллект жүйелеріндегі рөлі, сонымен қатар негізгі тәсілдер мен практикалық қолданысы туралы жан-жақты шолу. Дәрістің мақсаты мен қарастырылатын мәселелер. Дәрістің мақсаты: студенттерде кескінді сегментациялаудың мәні, оның компьютерлік көру және жасанды интеллект жүйелеріндегі рөлі туралы терең түсінік қалыптастыру. Визуалды деректерді талдаудың қолданбалы мәселелерін шешу үшін қолайлы сегментация әдісін дұрыс таңдауға үйрету. Қарастырылатын мәселелер: кескінді сегменттеу ұғымы, сегменттеудің мақсаты мен міндеттері, сегменттеу әдістерінің жіктелуі, шекті сегментация, кластерлеуге негізделген сегменттеу, заманауи жасанды интеллект әдістері. Негізгі ұғымдар мен терминология. Кескінді сегментациялау пәнін меңгеру үшін мынадай іргелі терминдерді жақсы білу қажет. Кескін және сегмент. Кескін пиксельдер жиынтығы. Сегмент белгілі бір объект немесе аймаққа сәйкес келетін біртекті пиксельдер тобы. Сегментация мақсаты: маскасы әр пиксельдің қай сыныпқа жататынын белгілейтін нәтиже матрицасы. Бинаризация және шек. Бинаризация кескінді екі мәнге айналдыру процесі. Шек пиксельдерді екі топқа бөлетін жарықтық мәні. Дұрыс шек мәнін таңдау сегментация сапасының кілті. Кластерлеу және K-means. Кластерлеу ұқсас пиксельдерді топқа бөлу. K-means пиксельдерді кей санды кластерге жіктейтін интеграциялық алгоритм. Оқу деректерінсіз жұмыс істейді. Сегментация семантикалық инстанс. Семантикалық сегментация барлық бір кластағы объектілерді бір топ ретінде белгілейді. Барлық бір кластағы объектілерді бір топ ретінде белгілейді. Instance segmentation бір кластағы жеке объектілерде де бір-бірінен ажыратылады. Кескінді сегменттеу ұғымы. Анықтама: кескінді сегменттеу кескінді объектілерге немесе олардың бөліктеріне сәйкес келетін біртекті аймақтарға сегменттерге бөлу процесі. Математикалық тұрғыдан алғанда сегментация кескіннің пиксельдер кеңістігін бір-бірімен қиылыспайтын аймақтарға бөлетін функция. Сегменттеудің нәтижесі сегментация маскасы әр пиксельге белгілі бір сыныпқа жататындығын көрсететін жапсырма беріледі. Маска кескінмен бір өлшемді болып матрица түрінде сақталады. Кескін талдаудың кезеңдері: кескінді алу, алдын ала өңдеу, сегменттеу және тану, жіктеу. Сегменттеудің мақсаты мен міндеттері: нысанды фоннан бөлу, кескіндегі маңызды объектілерді артқы фоннан анық ажырату, робототехника мен өндірістік автоматтандырудың негізі. Бұл кезеңсіз кейінгі талдау мүмкін болмайды. Пішін мен өлшемді анықтау. Бөлінген сегменттер бойынша объектінің геометриялық сипаттамалары, ауданы, периметрі, пішіні дәл есептеледі. Медициналық диагностика мен сапа бақылауда өте маңызды. Жіктеуге деректер дайындау. Машиналық оқыту модельдері үшін кіріс деректерді дайындауға сегментация маскалары белгілеу процесін жеңілдетеді және модель дәлдігін арттырады. Көріністерді талдау. Күрделі сахналардағы объектілердің өзара орналасуын, жылжуын және байланысын түсіну үшін сегментация қолданылады. Сегменттеудің қолданыс салалары. Кескінді сегментациялар тек теориялық есеп емес, ол заманауи технологиялардың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Медицина, МРТ және КТ кескіндерде ісіктерді, органдық және патологиялық аймақтарды автоматты анықтау. УНЕТ архитектурасы осы салада революция жасады. Дәрігерлер диагноз қоюда жоғары дәлдікке жетеді. Өнеркәсіп, өндірістік желілерде ақауларды анықтау, бөлшектерді тексеру және автоматты сапа бақылау жүйелері. Адам факторын жоятын нақты уақыт режимдердегі талдау мүмкін болды. Робототехника және автономды жүргізу. Дербес көліктер жол белгілерін, жаяу жүргіншілерді және кедергілерді нақты уақыт режимінде сегменттеу арқылы қауіпсіз жүру мүмкіндігіне ие болды.
ортаны 3D түрде картаға түсіру де осыған негізделеді. Сегменттеу әдістерінің жіктелуі. Сегментация әдістері жұмыс принципіне қарай бірнеше негізгі топқа бөлінеді. Дұрыс әдісті талдау кескін сипатына, шу деңгейіне және есептің күрделілігіне байланысты. Олар шектік әдістер. Ол өз алдында жалпы шектік және жергілікті бейімделген шектік болып бөлінеді. Жиілік әдістер градиенттік операторлар және кене жиегін анықтау болып бөлінеді. Кластерлі әдістер K-means, mean-shift, dB-scan. Аймақтық әдістер аймақты өсіру, су бөлгіш. Терең оқыту әдістері FCN, UNet, Mask, RCNN. Барлық сегменттеу модельдері. Классикалық әдістер шекті шекаралық, кластерлік аймақтық, жылдам және түсінікті болғанымен күрделі кескіндерде шектеулі. Терең оқыту әдістері осы шектеулерді жеңіп, жоғары дәлдікке жетеді. Шекті сегментация. Жұмыс принципі. Шекті сегментация ең қарапайым және кеңінен қолданылатын тәсіл. Негізгі идея әрбір пиксельдің жарықтық мәні берілген шек мәнімен салыстырылады. Егер f, x, y т-дан үлкен немесе тең болатын болса, пиксель объект классына жатады. Егер f, x, y т-дан кішкентай болса, фон классына жатады. Нәтижесінде екілік бинарлық кескін алынады. Шек мәнін анықтау әдістері. Глобалды шектеу. Бүкіл кескін үшін жалғыз шек мәні қолданылады. Бір текті жарықтықты кескіндерге қолайлы. Отсу алгоритмі дисперсияны минимизациялау арқылы оңтайлы ти мәнін автоматы табады. Жергілікті бейімделгіш шектеу. Кескіннің әр бөлігі үшін жеке шек мәні есептеледі. Жарықтық біркелкі болмаған жағдайларда сканерленген құжаттар медициналық кескіндер жақсы нәтиже береді. Артықшылықтар мен кемшіліктері. Артықшылықтары. Іске асыру қарапайым, есептеу жылдамдық жоғары. Аз ресурс қажет, нақты уақыт режимінде қолайлы. Кемшіліктер. Жарықтық өзгерісіне сезімтал, шуға төзімділігі төмен. Күрделі текстуралы кескіндерде нәтиже нашар. Шекті сегментацияның алгоритмдік процесі. Кіріс. Сұр реңкті кескін. Гистограмма. Гистограмма және т талдау. Салыстыру. Әр пиксельді т мен салыстыру. Шығыс. Екілік маска шығысы. Отсу алгоритмдері гистограмма негізінде сыныптастар арасындағы дисперсияны максимумға жеткізетін оңтайлы т мәнін автоматты есептейді. Бұл адам қатысуынсыз жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Шекті сегментация жылдамдығы мен қарапайымдылығы арқасында өнеркәсіптік желі камералардан бастап мобильдік қосымшаларға дейін кеңінен қолданылады. Кластерлеуге негізделген сегменттеу. K-means алгоритмі. K-means пиксельдерді орталардың, олардың белгілерінің ұқсастығы бойынша жарықтық RGB түс мәндері текстура. K санды кластерге бөлінетін интеграциялық алгоритм. Оқу үлгілерін қажет етпейтіндіктен бөлінбеген деректермен жұмыс істей алады. Алгоритм қадамдары. 1. К центроид кездейсоқ орналастырылады. 2. Әр пиксель ең жақын центроидқа тағайындалады. 3. Центроидтар қайта есептеледі. 4. Конвергенцияға жеткенше қайталанылады. Ерекшеліктер мен қолданысы. Түсті сегментация. RGB немесе HSV кеңістігіндегі пиксельдерді кластерлеп кескіндегі түс аймақтарын бөлу. K-means-тың классикалық қолданысы. Жер зондтау. Спутниктердің кескіндері жер беті типтерін су өсімдік қала ажыратуда K-means кеңінен қолданылады. Шектеулер. K мәнін алдын ала белгілеу қажет. Нәтиже бастапқы центроидтарға тәуелді. Кластерлер сфералық пішінде болады деп болжайды. Шекараға негізделген және аймақтық сегментация. Шекараға негізделген әдістер. Бұл тәсіл пиксельдер арасындағы жарықтық градиентін анықтауға негізделеді. Объект шекаралары пиксель мәндерінің кескін бойынша күрт өзгеретін аймағы. Собел операторы. Горизонталь және вертикаль бағыттағы градиентті 3:3 конволюция ядролары арқылы есептейді. Жылдам, бірақ шуға сезімтал. Кене детекторы. Гаусс фильтрі және градиент есебі. Екі шекті гистерезис жоғары сапалы жіңішке шекаралар алынады. Классикалық эталон алгоритмі.
Laplacian of Gaussian. Екінші туынды негізінде нөлдік кесу нүктелер арқылы шекараларды анықтайды. Масштабқа тұрақты аймақтарға негізделген әдістер. Аймақты өсіру. Тұқым пикселдерін бастап ұқсас пикселдерді біртіндеп қосу арқылы аймақты кеңейтеді. Пайдаланушы тұқым нүктені таңдайды. Watershed алгоритмі. Топографиялық модельдерге ұқсас кескін бетін су толтыру процесі ретінде қарастырылады. Аймақтар су аппараты шекаралар жотасы болып табылады. Заманауи жасанды интеллект әдістері. Қазіргі заманауи сегментация жүйелері терең нейрондық желілерге негізделеді. Бұл желілер үлкен деректер жинағында оқытылып, адам деңгейінен асатын дәлдікке жетті. FCN толық жинақтау желілерді нейрондық желі сегментациясының ізашары. Толық байланысты қабаттарды конволюциялық қабаттармен ауыстырып, кез келген өлшемді кескінде пиксель деңгейінде болжам жасайды. Skip connections арқылы жоғары ажыратымдылықты сақтайды. UNet медициналық кескін сегментациясының стандарты. Кодтаушы, декодтаушы, энкоды-декоды архитектурасы, симметриялы у пішіні аз деректермен де жоғары нәтиже береді. 2015 жылғы ұсынылып, бүгінде белсенді қолданылады. Mask-RCNN Instance Segmentation үшінде факты стандарт. Region Proportional Network арқылы объект аймақтарын анықтап, әрбір объект үшін жеке маска генерациялайды. Объектке анықтауды, жіктеуді және сегментациялауды бір уақытта орындайды. SAM Segment Anything Meta-AI компаниясы ұсынған негіз моделі. Нүкте, қорап немесе мәтін енгізу арқылы кез келген объектіні нақты уақытта сегменттейді. 1 миллиардтан астам маска оқытылған. Жалпы мақсаты сегментацияның жаңа белесі. UNet архитектурасы, медициналық сегментацияның стандарты, архитектураның сипаттамасы. UNet 2015 жылы Freiburg университетінің зерттеушілері ұсынған. Атауы архитектураның у пішінінен шыққан. Негізгі инновация Skip Connections, кодтаушы мен декодтаушы арасындағы тікелей байланыстар жоғары ажыратымдылықтағы кеңістік аппараты сақтайды. Кодтаушы, энкоды, конволюция, Max Pooling қабаттары арқылы кескін өлшем кішірейтіп, абстрактылы белгілер шығартылады. Декодтаушы, upsampling операциялар арқылы кескін өлшемді қалпына келтіріледі. Skip Connections-тен алынған белгілер біріктіріліп, нақты шекаралар анықталады. Қолданыс салалары мен артықшылықтары. Гистологиялық препараттарды жасаудағы сегменттеу, МРТ кт кескіндеріне органдар мен ісіктерді анықтау, офтальмологияда көз торының тамырларын талдау, аз белгіленген деректермен жоғары нәтиже. Семантикалық сегментация мен instance segmentation айырмашылық. Мәндік сегменттеу. Барлық объектілер бір түсті, класс картасы. Паноптикалық сегменттеу. Әрбір пиксель класс пен ID мен белгіленген. Семантикалық сегментация барлық адам класстарындағы пиксельдерге бірдей жапсырма береді. Бірнеше адамды бір-бірінен ажыратпайды. Instance segmentation, Mask-RCNN сияқты модельдер және объектілерді нөмірлеп, әрқайсысы үшін бөлек маска шығартады. Паранормалдық сегментация екі тәсілді біріктіреді. Терең оқыту әдістерінің артықшылықтары: 95% дәлдік деңгейі, 80% шу төзімділігі, 100% автоматты белгілер. Терең нейрондық желілер конволюциялық қабаттар арқылы белгілерді иерархиялы шығарады. Төменгі қабаттар шектеледі. Ортаңғылар текстураны, жоғарғылар семантикалық аппараттарды кодтайды. Бұл бай көріністік ұсыну классикалық әдістерге мүмкін болмаған дәлдікке жетуге мүмкіндік береді. Сегментация әдістерін салыстыру. Кескін сегментациясының негізгі тәсілдерін, жұмыс сипаттамаларын салыстырмалы бағалау. Жоғарыдағы сегментация тәсілдерін талдауға бағытшы болып қызмет етеді. Нақты есеп үшін ресурс шектеулері мен дәлдік тараптарын тексеру маңызды.
бақылау сұрақтары, теориялық сұрақтар. Кескінді сегментациялау дегеніміз не? Сегменттеу мен шекараны бөлудің айырмашылығы. Семантикалық және instant segmentation арасы айырмашылығына нақты мысал. Терең оқыту неліктен тиімді? Практикалық сұрақтар. Шекті сегменттеу принципі қандай? K-means қалай жұмыс істейді? Сегментация қандай мәселелерді шешеді? Сегментацияның негізгі әдістері. Қорытынды негізгі тұжырымдар. Сегментация іргелі кезең. Әдісті дұрыс таңдау. Жалғыз ең жақсы әдіс жоқ. Терең оқыту жаңа стандарт. UNet, Mask, R, Сенін, SAM сияқты Dale модельдер классикалық тәсілдердің шектеулерін жеңіп, жоғары дәлдік пен жалпылама қабілетке жетті.